Қазақ тілі мемлекеттік тіл, оны дамыту үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Менің өзімнің түсінігімде ол тілдің қажеттілігін арттыруымыз керек, тілдегі талап болу керек, түсінген сұраныс болу керек. Сол кезде ғана адамда ниет ықылас болады. Қазақ не дейді? Егер ұстаз талапты болса, шәкірт талантты болады. Ал енді бізде не талап қоймаймыз, не сұраныс жоқ, не еш нәрсені міндеттемейміз, не болмаса соның қажеттілігін арттырмаймыз. Сіз бір жаққа барғанда мемлекеттің тұрған еліңнің тілі, қазақтың тілі, мемлекеттің тілін білесің бе деп сұрамайды сізден ешкім. Сондықтан да біздің тілдің немқұрайды қарағандықтан кенжелеп жатқаны да, өзінің торына қона алмай жатқаны да осыдан. Жай мысал ретінде сіз балаңызды шетелге жібересіз. Ол шетелде ең қиын тіл, хинди тіл. Ең қиын тіл ненің Қытайдың тілі, бірақ бала сол тілді бір жылдың ішінде ақ меңгереді. Не үшін ол меңгереді? Қалай, не себептен ол меңгереді? Біз 30 жыл болды меңгере алмай жүрміз. Өйткені оған анау қажеттілік, ертең ол тілді білмесе оқи алмайды. Оны мұғалім оған талап қояды. Одан сұрайды, сұраныс бар, талап бар, қажеттілік бар, содан кейін ана баланың ынта, ықылас ниеті артады. Бұрынғыға қарағанда ілгерілеуіміз бар жаңа. Менің өстіп еркін қазақша сөйлегенімнің өзі осы еркіндік бәрі де тәуелсіздіктің арқасында. Тек бұның өкініштісі неде болып тұр? Өкініштісі 30 жыл бойы қазақтың тілі өзінің мемлекеттік тіл болып тұрып, өзінің торына қона алмағандығы. Менің ақыл кеңес беретінім сол, өзіңнің ата бабаңнан келе жатқан дүниең менен әдетіңді, ғұрпыңды, салтыңды сен бойыңа сіңір. Ол бойына сіңіру тек тіл менен тәрбие арқылы ғана. Ол үшін сол менің қыздарыма айтадым, бүгін қызсың, ертең келінсің, бүрсігін анасың, сол отбасында, ошақ қасында тәрбиені жақсылап берсін. Сол тәрбие тілі арқылы. Неге қазақ бұрын бесіктің жыры менен, ананың әлдей менен, әженің жылы сөзі менен, атасының еркелеткені менен бала қандай болған? Баланы кішкентай кезінен ақ солай өзінің баулуымыз керек. Менің ендігі балаларға, жастарымызға айтатыным, өткенге салауат дейік, ендігіге өзіміздің әдет ғұрпы салтымызды білек, үйренек. Ең негізгі Абайдың өзі айтып кеткен, білімнің артық білім кітапты. Кітапты көп оқиды.